Сәлем достар, бүгін бізде бұл видео unpacking, яғни распаковка жасайтын боламыз өзіміз заказ берген заттарға. Бірінші бізде заказ берген зат ол бізде бигуди, біз бұны 20 күні заказ берген болатынбыз, ал бүгін 21-і, яғни біздің посылкамыз келіп отыр. Бұның салмағы 102 грамм, қазір бірге ашып көретін боламыз. Бізде бұл жерде біздің өзіміздің заказ берген бигуди. Өзіміз көріп тұрғандай бұл жерде коробкасымен, яғни мына жерінде логотипі тұр. Өзіміз заказ берген, яғни инстаграмдағы шоп-магазин деп айтуға болады. Бізде бұл жерде 6 штук. Бізде бұл жерде 6 штук 3 сантиметрден. Еще бізде мына жерде открыткалармен бірге екен. Мына жерде тағы да магазиннің есімі. Тағы да сәлем. Бүгін 26 маусым. Мен 23 күні Қазақстан тарихы ОБТ-ға дайындалуға кітап бергенмін. 3 күнде келіп отыр. Қазір өзімнің товарымды, яғни заказымды алдым. Өздеріңіз білетіндей, мен қазір 10 сыныпқа өткеннен кейін уже ОБТ-ға жайлап дайындықты бастау керек. Мен бұл кітапты 3500 теңгеге алдым. Доставкасымен бірге 4500-ге шықты. Бағасы да өте қолайлы, ішінде қажет барлық тақырыптар бар, қамтылған. Қазір енді бірге ашайық. Негізінде мен оның алдында бұл кітаппен дайындалғанмын. Ішінде қай тақырыптар бар екенін білем. Сол себепті бұл жолы өзіме заказ берейін деп шештім. Тақырыптар бойынша тест тапсыруға болады. Мінекей сырты осындай. Меніңше көбіңіз білесіздер, өйткені бұл кітапты көбісі алады. Шын кітаптан кейінгі меніңше көп танылған кітаптардың бірі. Біз өзіміздің заттарымызды алуға кетіп бара жатырмыз, уже жақындап қалдық. Біз примерно 10-15 минутта уже товар өзіміздің қолымызда болады. Ал үйге барғаннан кейін менде распаковка. Соң барлығына распаковка жасайтын боламын. Вот товарларды алдық. Енді үйге барып көреміз бірге. Қазір тірліктермен жүрміз, но оның маған қатысы жоқ. Қазір уже бір жарты сағаттарда уже үйге қайтамыз, сосын бір сағаттарда примерно үйде боламыз. Кейіннен алған заттарға видео түсіреміз, бірге ашып көреміз. Негізінде менің барлық заказ берген товарларым нақты келді ма, келмеді ма білмеймін, но келген шығар енді. И товардың салмағы 5 килограммнан көп шықты. Бүгін 4-і. Біз бүгін өзіміздің заказ берген заттарымызды алдық. Оның біреусін уже жолда ашып қойдық. Мынандай өзімен бірге алып жүріп беретін кондиционер деп айтуға болады. Машинада болсын, өзіңе ыңғайлы жерге өзімен бірге алып жүре бересің. Және бұны зарядтау қажет, ешқандай жағына зарядтап қойсаң, осылайынан өзіңмен бірге алып жүргенге ыңғайлы. Жай, содан кейін екіншісі и үшіншісі. Бұл бізде бірінші берген қазір ашқан затымыз. Екіншісі, біз бірінші кішкентай заттардан бастайық. Екінші зат осындай коробкада. Не деп ойлайсыз? Неге? Примерно не деп ойлайсыз?
Нету. Бұл бізде басталады, үймен бітеді. Даже не заказ бергендерімізді ұмытып қалдық. О, очки. Вот осындай очки. Мә. Қантақш. Ух ты. Қазір суретке түсіріп алайық. Вот. Рахмет көп-көп. Бұл бізде екінші зат, очки. Үшіншісі мен кішкентай заттардан бастап жатырмын. Сосын үлкеніне қарай. Үлкенін ашамыз. Мынау енді ауыр. Өзіңіз примерно бастап көріңіз. Не берген едік? Өзім. Даже ұмытып. Ешқандай андай. Болады бір кішкене. Осы ау дейтін. Ой болып тұрған жоқ екен. Мен заказ бергем еще оның өзінде өзі нақты. Мен толқып отырмын деп қойсын. Ау? Толқып отырмын деп қойсын. Жоқ толқу дейтін. Не екен? В общем, міне былай көрсетейін. Охо. Не? Түрін. Дейміз да? О. И тура мынауда енді дәл сондай. Мен бірақ неге екен бұлар дәу деп ойладым ғой. Мен сөйтіп болып қалдым. Тура сол енді. Вот үшінші зат кетті ма? Үшінші зат кетті негізінде. Бізде төртінші зат тағы да коробкада. Не деп ойлап отырсың? Тура осы сияқты шығар. Екеу беріп едім ғой. Тағы да енді сол шығар деп ойлап жатырмын өзім. Сынақ нәрселерді ойлағанда екен ғой. Мінекей. Мынау енді бағанағыдан қарағанда әлде қайда. Енді 2 штугынан бергем. Бұл да дәл сондай. Мына үлкен коробка бар екен, осыны ашып қойып. Пакеттерді жоғалтпа. Көресіздер ма? Мынаның салмағын. Қорқып тұрмын бар ғой, бір жағынан шы. Мына қашым істеген. Жоқ, жағынан кесіп қойма. Өзінен ішерін кесуге болады. Мүмкін. Только Сондай. нормально размер кесін енді. Не бұл? Қойған не? Мен сол бір-екі затты ғана келем ау десем қорсаңшы. Жей аламыз ба? Мынау ауыр екен. Полный ақталап тұр дейтінде естіпті. Мен бір-екі штук қой десем. Бұның өзі бірақ арзан талма сондай негізі. Есі енді. Бұрын кішкентай кезде сатып алатын едік қой біз. Ана бастауыш сыныпта. Ауылда. Тура соның шықты. Енді мынаның ішінде кәдімгі дейді. Көп енді. Ана жерін басып жүрсем ма? Қолы бәрін алып көп қалай толтыра аласың. Былай көрініп. Мен де былай сақтырайын да. Былай сен başlayыңыз. Келесі зат. Жоқ білмедім. Екен маски. Біреу, екеу, Мынадан ары үшеу, төртеу, бесеу, алты, сегіз жүк. Мына кішкентай затты ашып көрейік. Ашы ма? Қатты ашы ма? Мынада кішкентай. Ойлаған бұл кішкене үлкенірек шығар десем, сөйтсем бұл кішкентай екен. Фирма қандай? Меніңше нормально. Может не екен. Маска салатын қойсақ та болады екен. Сіздер менің артынан отзывтарды естіп отырсыздар, шынайы отзывтар. Нақты біреу түсіп тұр. Білсе біліп отырсаңыздар болады. Еще баланс өтті. Енді мынаны келесісін ашайық. Не деп ойлайсыздар, еш нәрсе болып жатыр ма? Только мен заказ берген едім. Барлық заттар меніңше бұл
ойладым. Енді көрейік. Мотидің киімі. Мотидік. киімі. Ашып көрсетейік. Мотидің киімі. Шерім. Тура полоса. Yes. Мақтан келеді. Мощный. Качество. Во. Көрмей қалды. Уже қаншама зат кетіп қалды. Тағы мотидің киімі. Охо. Еще астындағы Шорттыймен. шорттығымен бірге. Күшті. Мына зат коробка сияқты ішінде по идее аяқ киім бар. Кімнің аяқ киімі қазір көреміз. Так. Өкінішке орай тыңқалар бұсында қисайып кетті. Мінекей, шынның аяқ киім. Бұл менің аяқ киімім екен. Ойбай. Осындай аяқ киім. Мощный ғой. Асты гель еще. Охо. Маған ұнап кетті ма? Жайлы екен ғой, Осындай. Көрініп тұр ма? Біз оған дейін келесі товарларды аша берейік. Біздің үйдегі адамдар заттарды көргенше. Меніңше бұл нәрсені мен примерно біліп тұрмын. Бұл нәрсені ашып көрсетудің меніңше қажеті жоқ. Өйткені сыртынан ақ түсінікті купальник. Охо. Накидкасы осы. Бізде әлі осы шама товар бар. Ашып көрейік. И мен уже біліп тұрмын қандай товар екенін. Әрине киімдер. Бұл менің заказ берген товарым. Вот. Еще енді нан качествосын айтпай ақ қояйын. Нан. Неки бізде уже келесі товарды ашып жатыр. Охо. Нан качествосы вообще супер ғой. 10-нан 10. Қазір еще біз қазір товарларға өзіміздің бағамызды бағалаймыз. Вот енді мынау жеңіл, өте жеңіл. Качество тоже мощный. Бізде уже келесі товар. Бірдей футболка. Өзі медиум, яғни орташа размер. Екіншісі тура осындай. Әлі бізде екі товар бар. Мінекей. Таусылған жоқ, осыны ашайық. Бізде осындай футболкалар. Бұл екі футболкада бірдей. Сол үшін біреуісін көрсете салайын. Осындай. Бұл да медиум. Яғни орташа. Футболкада дәл тура сондай. Бұл уже бізде. Это что? Киімдер салатын. Я біліп тұрмын бұл киімдер салатын. Охо. Охо. Я думаю, камераға сыймайды, достар. Бірақ ашыла берейін. Ана тұрған осыны көзіп бар. Оны сап қоямыз. Еще бұл мен таусылған жоқ, мәне тағы біреуісі бар. Неки? Кішірегі жазыммен асықта болады екен ғой. Бұрайынан тұрады примерно, осыған заттар салын. Достар, біз барлық товарды аштық. Енді оларды бағалап шығайық. Ең бірінші бізде очки.
Мен 10-нан 8 берем. Неге? Сіз қанша бересіз? Енді өзің ойыңдағы осы емес пе? Я осы, бірақ енді все-таки 10-нан 10 демей ақ қояйын, 10-нан 8. Біздегі келесі товар ең оңайлысы, маған ұнағаны мына жер бос емес. Бұл жерге де заттар, кішігірім заттар сап қоюға болады, іліп қоюға болады. Тура солай істейсіз.